Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 7-ші сынып алгебра пәнінің 2-ші тоқсандағы функция және функцияның графигі тақырыбы бойынша БЖБ-ның 2-ші нұсқа есептерін ұсынатын боламын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен бірінші есепті қарастыратын болсақ, графиктері өзара параллель болатын функцияларды тауып, жауабын түсіндіріңіз дейді. Енді осы жерде ең алдымен графиктері параллель болатын функцияларды көрсетіп кететін болсақ, мысалы үшін y тең жалпы түрде a1x плюс b1 деген функцияны алатын болсақ, осыған параллель функция ол y тең a2x қосу b2 деп алайық, шартты түрде. Енді екі функция параллель болу үшін бұның екі шарты бар. Біріншісі a1 коэффициенті мен a2 коэффициенті бір-біріне тең болу керек. Мына x-тің алдында тұрған сандары бір-біріне тең болу керек. Ал екінші шарты керісінше b1 мен b2 сандары коэффициенттері бір-біріне тең болмау керек. Енді осы шарттарға сәйкес келетін мына төрт нұсқаны қарастырып шығайық. Қайсы сәйкес келетінін анықтайық. Олай болса, біріншісі x-тің алдында коэффициент 0,5, a-ның орнында 0,5 тұр деген сөз. Екінші функцияда x-тің алдында 2-ден 1, 2-ден 1 дегеніміз ол да 0,5. Бірінші шарт орындалады. Ал екінші шарт енді ол мына b, яғни x жоқ сандар бір-біріне тең болмау керек. Ал бізде тең болып тұр. Сол себепті a нұсқасы біздің жауабымыз болмайды. Екінші b нұсқасын қарастыратын болсақ, x-тің алдында тұрған коэффициент міне біріншісінде 10-нан 3, екіншісінде 7. Екеуі бір-біріне тең емес, яғни бұл да біздің жауап болмайды. Үшінші v нұсқасында x-тің алдында 5 тұр. Екінші функцияда 10 бөлінген 2 ол да 5-ке тең. Мына екі коэффициент бір-біріне тең. Енді бірінші нұсқамыз орындалып тұр. Енді екінші нұсқа ол мына v-лар бір-біріне тең болмау керек. Иә, екеуі бір-біріне тең емес. Біреуінде плюс 8, біреуінде минус 2. Яғни мына жауап дұрыс болуы мүмкін. Енді соңғы г нұсқасын тексерейік. Бұл жерде x-тің алдында тұрған коэффициент бірінші функцияда 105, екінші функцияда ол 8-ден 3 бір-біріне тең емес, яғни бұл дұрыс емес. Дұрыс жауап сонда v нұсқасы болып тұр екен. Келесі екінші тапсырма y тең x квадрат функциясының графигін табыңыз дейді. X квадраттың графигі ол парабола, және парабола ол бізде не былайынан жоғары қарауы мүмкін, немесе төмен қарауы мүмкін. Демек, мынау міне парабола, бірінші график осы функцияның графигі. Бірінші график деп қоямыз. Үшінші тапсырма берілген функциялардың графиктерін тап дейді. Бұл жерде енді қарап отырсақ, мына x-тердің бәріне 0 беретін болсақ, онда бізде мына қалған сандар y-тің мәніне тең болады. Яғни x 0 болған кезде, мысалы мына жерге қояйық, x-тің орнына 0-ды қойсақ, мынаның барлығы 0 болып кетеді, y 4-ке тең болады. Сонда x 0 болғанда y 4 болады екен. Мына жерде де x-тің орнына 0 қоятын болсақ, онда y минус 3-ке тең болады. Яғни 0 де минус 3 деген нүкте. Келесі v нұсқасында мына x-тің орнына 0 қойсақ, мынаның барлығы 0 болып кетеді, y 5-ке тең болады. Яғни 0 де 5 деген нүкте болады екен. Және соңғысында x-тің орнына 0 қойсақ, мынаның барлығы 0 болып кетіп, y 3-ке тең болады. Яғни 0 де 3. Енді дәл осындай мына суреттердің ішінен x 0 болған кездегі y-тің мәндерін табайық. Мысалы үшін мына бірінші сурет. Мынау бізде x ойсы. X ойсында x 0-ге тең болған кезде y мінекей 5-ке тең болады екен. Міне мына графиктің бойындағы нүктесін табамыз. x 0 болған кезде y 5 болып тұр, яғни 0 де 5. Ал 0 де 5 деген ол бізде v нұсқасында тұр, яғни v нұсқасына бірінші график деп жазып қоямыз. Енді екінші суретті қарастырайық. Екінші суретте тағы да мынау бізде x ойсы. x 0 болған кезде мінекей график мына жерде тұр, яғни y 4-ке тең екен. Яғни 0 де 4. 0 де 4 деген ол бізде бірінші функция, яғни оған мынау екінші график сәйкес келеді екен. Үшіншісі x 0 болған кезде y-іміз 3-ке тең, яғни 0 де 3. Сонда 0 де 3 дегеніміз ол g нұсқасы, ол үшінші график болады. Және соңғысы x 0 болған кезде y мінекей минус 3-ке тең, 0 де минус 3. Ол бізде b нұсқасы, яғни оны төртінші график деп қоямыз. Келесі төртінші есеп, теңдеулер жүйесін график тәсілмен шешіңдер. Яғни мына екі теңдеуді функция түрінде жазып, функцияның графигін салу арқылы шешімін табамыз. Олай болса, бірінші теңдеуді жазып алайық. Ол 3x қосу y тең 8. Енді осы теңдеуді функция түрінде жазу үшін біз оны y арқылы жазамыз. Y тең 8, мына 3x 8-ге қарай өткен кезде минус болып барады, минус 3x болады.
Енді осы функцияның графигін салу үшін бұл бізде графигі түзу сызық болады. Ал түзу сызықты салу үшін бізге екі нүкте жеткілікті. Сондықтан x пен y-ге мәндерін береміз. Олай болса, бірінші x-ке мән береміз де y-ті табамыз. Бірінші x-тің орнына 2-ні қояйық. X-тің орнына 2-ні қойсақ, минус 3 пен 2 көбейтілген кезде минус 6 болады. 8-ден 6-ны азайтсақ, y 2-ге тең болады екен. Екінші x-тің мәні 3 берейік. 3 берсек, минус 3-ті 3-ке көбейтсек, минус 9. 8 минус 9 ол минус 1-ге тең. Осы екі нүкте арқылы түзу сызық сызуға болады. Бұл жеткілікті. Енді екінші теңдеуді қарастырамыз. Екінші теңдеуіміз 2x минус y тең 2. Енді оны да функция қылып жазып аламыз, яғни y арқылы жазуымыз керек. Мына y-тің алдында таңбасы минус тұр. Сол себепті мына y теңдіктің оң жағына кетті деп санаймыз. Ал 2 керісінше оң жағына ауысады. Сонда 2x, мына 2 былай келген кезде минус болып келеді. Минус 2. Бұның да графигі түзу сызықты болады. Сондықтан x пен y-тің мәндерін тауып аламыз. 2 нүкте берсек жеткілікті. Яғни ең бірінші x-тің орнына 1-ді берейік. 1 берсек 1 көбейту 2 2 болады. 2-ден 2-ні азайтсақ 0 болады. Ал екінші нүктеміз 2 болсын. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 4-ден 2-ні азайтсақ 2. Осы 2 нүкте бізге жеткілікті. Енді осылардың графиктерін саламыз. x 2 болған кезде y 2, x осіндегі 2 нүктесі мынау. Енді y-тегі 2-ні табамыз, ол міне тұр. Осы екеуінің қиылысқан нүктесі, мынау бірінші нүктеміз. Келесі x 3-те y минус 1 дейді. x 3, y минус 1 мына нүкте. x-те ол 3-ке тең, y-те минус 1-ге тең. Енді осы екі нүктені қосып, түзу сызығымызды сызып алайық. Және екінші функцияның нүктелерін белгілейтін болсақ, x-те 1, y-те 0. x-те 1, y-те 0 деген мына нүкте. Екінші нүктеміз x-те 2, y-те 2. x-те 2, y-те 2 деген мына нүкте. Енді осы екі нүктені қосып түзу сызық сызамыз. Сонда екі түзудің қиылысуынан пайда болған мына нүкте, ол мына теңдеулер жүйесінің жауабы болады. Яғни ол нүктелерді табамыз. x-та ол 2-ге тең, ал y ол да 2-ге тең екен. Яғни мына жерге жауабын жазамыз. 2-де 2 болады екен. Келесі 5-ші тапсырма. Оның ішінде А тапсырмасы функцияның анықталу облысын табу керек, және бізде екі функция берілген. Және Б нұсқасында бізге берілген функцияның мәндер облысын табу керек. Олай болса, А нұсқасынан бастайық. Оның ішінде бірінші функция y тең минус 4x қосу 3. Бұл функцияның анықталу облысын табу үшін, анықталу облысы дегеніміз x-тің орнына біз қандай сандарды қоя аламыз, солардың жиыны. Бұл функцияда ешқандай бөлшек жоқ, яғни x-тің орнына кез келген санды қоя беруге болады. Яғни x тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп жазсақ болады. Яғни бұл бізде анықталу облысы. Немесе оны аралық ретінде де жазуға болады. Яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп былай да жаза аламыз. Енді екінші функцияны қарастыратын болсақ, ол y тең 3x бөлу 2x минус 6. Бұл функцияда енді бізде бөлшек түрінде беріліп тұрғандықтан, біз бөлшектің бөліміне назар аударамыз. Бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең болмау керек. Яғни 2x минус 6 тең емес 0-ге деп алып x-ті табамыз. Яғни 2x ол тең болмайды 6-ға, минус 6-ны теңдіктің екінші жағына өткізген кезде плюс болып барады. Енді осыдан x тең емес 6-ны 2-ге бөлсек 3-ке. Яғни x-тің орнына біз 3 деген мәнді қоя алмайды екенбіз, 3-тен басқа мәндердің барлығын қоюға болады деген сөз. Олай болса, анықталу облысын x тиісті минус шексіздіктен 3-ке дейін бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейін деп жазсақ болады. Келесі Б нұсқасында бізде анықталу облысы керісінше берілген, яғни x-тің мәні минус 5 пен 3-тің аралығында екен, және сол кездегі мына функцияның мәндер облысын табу керек. Яғни y-тің қабылдайтын мәндерін табуымыз керек. Жазып қояйық, y тең 5x азайту 3 бөлу 2. Мәндер облысын табу үшін біз x-тің орнына мына ең кіші және ең үлкен мәндерді қойып табамыз. Яғни f x-тің орнына минус 5 қоямыз деп жазамыз. Және 5 көбейту, мына x-тің орнына осы мәнді қоямыз. Минус 5 минус 3 бөлу 2. Минус 5-ті 5-ке көбейтсек, минус 25 минус 3
бөлу 2, минус 25 минус 3 дегеніміз ол минус 28, оны 2-ке бөлетін болсақ, минус 14 шығады. X-тің ең үлкен мәнінде функция нешеге тең болатынын анықтаймыз. Ол үшін X-тің орнына 3-ті қоямыз. Көбейту 3, азайту 3, бөлу 2. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 15-тен 3-ті азайтып, оны 2-ке бөлеміз. Сонда 12 бөлу 2 болады, 12-ні 2-ке бөлсек 6 шығады. Сонда Y-тің қабылдайтын мәні, ең кіші мәні ол минус 14 екен. Мына жағына минус 14 деп жазамыз, ал үлкен мәні 6-ға тең екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңырау шағын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер, себебі бұл видео сіздерге алда келе жатқан БЖВ-ларда көмегі тиюі мүмкін. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.